Айда қызымыз бүгін әлеуметтік желі арқылы күтпеген мәлімдеме жасады. Айда көздері мұңды күйінде Нұрдәулетпен екі жаққа кетті. Нұрдәулетпен қайта қосылған Айда өзінің Instagram парақшасынан Нұрдәулетті және онымен түскен бүкіл фото мен видеоларын өшіріп тастады. Нұрдәулетте өз парақшасынан Айдамен байланысты бүкіл естеліктерін жойып, ара қатынасын осылайша тоқтатты. Құрметті көрермендер, пікірге өтірік деп жазбас бұрын Айда мен Нұрдәулеттің Instagram парақшасын көрсеңіз, мұның куәсі боласыздар. Күтпеген жерден Айда қызымыз әлеуметтік желі арқылы мәлімдеме жасады. Барлығын жүрегіне жақын қабылдап, өзгенің мүддесі үшін өзін құрбан ететін адамдар бар. Мен де сол адамдардың бірімін. Қаншалықты қатал боламын деп тырыссаң да, бола алмайсың. Егер сіз басқа адамдарды өзіңізден жоғары қоятын болсаңыз. Инстаграмда бақытты болу. Идеал өмір, бұл бақытты өмір, бірақ сенің күлімдеген жүзіңнің, осы қуанышты бейнелердің және бақытты Инстаграмның артында не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені сенің жүрегің тыныш емес. Жүрегің ауырады. Сондықтан біз бақытты емеспіз. Сондықтан басқа адамдар тек Инстаграмда өмір сүруге қызықпау керек. Деп көзіне жас алды Айда қызымыз. Сондай-ақ Айда бір апталық жоспарларынан, яғни маңызды кездесулерінен бас тартқаны үшін кешірім сұрады. Бар кінә Нұрдәулетте болуы мүмкін. Себебі Айданың жазбасында байыпты бола алмадым. Біреудің пайдасы үшін құрбан болдым деді. Яғни Айда қызымыз Нұрдәулеттің жалған уәдесіне тағы да алданып қалды. Нұрдәулет неге мұндай шешім қабылдады? Ол жағы әлі белгісіз. Бірақ ол Алматыға келген Айданың махаббатын бағалауы керек еді. Өкінішке орай, Нұрдәулет Айдадан бас тартты. Көптеген адамдар мұны хайп деп ойлауы мүмкін. Бірақ Айда қызымыз өте эмоционалды, өз сезімін хайппен бөлісетін қыз емес. Әйтеуір Айда мен Нұрдәулеттің қарым-қатынасы қандай болмақ? Қайтадан қосыла ма, жоқ па, айта алмаймыз.